Махаббат қызық хикая. 68-ші бөлім. Қош келдің. Қош көрдік. Абайла. Жақсы. Иә, мырзам. Қазір яқтасында. Бүгінгі дастарханды өзім жасаймын. Рұқсат ет. Бір жарым күн жұмыстан бас алмадым ғой. Шынтан қалдым. Әрине. Мен жұмыстан шаршамайым. Керісінше, рахаттанам. Бәлкім осы кезде жаңа кітапқа да уақыт тауып қаларсың. Менің хатшым үнемі сұрайды. Ол сенің адал фанаттарыңның бірі. Аз қалды. Жақында баспаға береміз. Сен кеше кешкісін Филияға жаңа ұсынысың барын айтып едің. Еш алаң болма. Біз өте тиімді ұсыныс жасадық. Жауабын әлі білмеймін. Көп ұзамай болуы тиіс. Түн ортасына қарай хабарласып қалар. Сонша ұзақ күттіргім келмеді. Шақырусыз келуіңе не себеп болды екен Синан? Телефонға жауап берсең, себебін білер едің. Ерекше кешті бұзғым келмеді. Жақсы. Ендеше ерекше кештеріңе бөгет болмайын. Келісім шартта келдім. Кеш болса да келіс алғанымызға қуаныштым. Келісім шартта әкелдім дедім. Қол қойдым демедім. Ешқандай келісі жоқ. Ұсынысыңды қабылдамайым. Мұны айту үшін сонша жерден келудің қажеті жоқ. Адвокатыма қоңырау шалсаң жетер еді. Саған да о жоқ екен. Осында екенімді білдің ғой. Соны білген соң келдің. Мені ашуландыру үшін. Бұл мәселенің саған қатысы жоқ, Белин. Бәрін өз атыңа қабылдама. Иә, саған сене қалдым. Сенсең де осы, сенбесең де осы. Мен мұнда Барышбеймен сөйлескелі келдім. Сенбеймін саған. Мұны кеше түнде де айтқам. Сен кеше маған ертек айттың, Белин. Өз ойыңнан құраған. Өзің сенгін келген ертегі. Бар болған сол. Сенгенімді емес. Көргенімді айттым, Синан. Бәрі айдан анық. Келген шаруаңа көш, тыңдап отырмын. Содан кейін бізді жайымызға қалдыр, өтінемін. Мұнандай құлдық келісімді сынарда ұялған жоқсың ба? Және адвокатыңды жіберіпсің.
Отырып алып майын тамза мақтасына айгеріп. Ұсыныс емес, бақыт құсына келгендей. Қойсаңшы Сина. Өте тиімді шарттар ұсындық қой. Анықтап оқыған болсаң, байқамауың мүмкін емес. Филияның құнынан 2 есе артық баға ашылатын желінің бас менеджерлігі немесе Лондондағы филиалдың бас менеджерлігі. Сонша ұнатып отырсаң өзің қол ғой. Иә, Барышбей. Ұсыныстан бас тартатынымды адвокатыңызға айтуға болар еді. Мені сатып ала алмайтыныңызды бетіңізге айтайын дедім. Жақсы, ерекше кештеріңізге кедергі болмайын. Сен мұңайма, Пелин. Әлі де ойналмаған көзірлеріміз бар. Адвокатыммен басқа да мүмкіндіктерді ақылдастым. Егер келіспейтін болса, қолдануға болатын, яғни сен қолдан алатын тағы бір тетік бар. Жаным, түн ортасында не қып отырсың? Бюлент? Жаным, кел. Кел, саған керемет жаңалығым бар. Негізі сенікі дұрыс екен. Таңнан кешке дейін қамалып отыра берудің қажеті жоқ. Сыртқа шығу керек, табиғатқа шығу керек. Табиғатқа ма? Дәл солай. Міне қара. Мұна үйдің кереметін көрмеймісің? Ауласы қандай кең. Мұна жерге бар ғой, қызанақ, картоп, бәрін егіп тастауға болады. Оған қоса, бағасы мынадай жағдайы бар үйге қымбат емес. Тіпті болмаса, бастапқы кезде шамалы үнемшіл болуға тура келер. Саспа, бөпеміз дүниеге келгенше қаржылық жағдайымызды жолға қоям, өте. Бөпе дегенге сәл ертелеу емес пе? Уақыт көзді ашып жұмғанша өте шығады, сезбей қаласың. Иә. Иә, тамаша жоспар емес пе? Енді не ғой, шамалы қауырттау емес пе, бөпе, қызанақ дегендер. Бұл туралы айттық қой. Мармариске көшіп барамыз дедік қой. Иә, филиядан түсуі тиіс ақшамен жасалу керек болатын, бірақ қайтеміз. Сенан үшін арманымыздан бас тартамыз ба енді? Не істейміз? Бюлент, мен Мармаристе тұрғым келмейді. Қызанақ, картопта еккім келмейді. Деп ойлайым. Қалайша? Былай істейікші. Қазір түн ортасы болды. Ұйықтайық. Бұл туралы кейін таң атқан соң сөйлесейік, жақсы ма? Қане, тұра ғой жаным, тұр. Башак. Кел. Біз бұл туралы сөйлесіп едік қой. Ертең тағы ақылдасамыз, жүр. Ақшаны таба алсақ айтеміз. Сен оны менен жақсы білесің. Таба ала ма? Қайдам? Оңайлықпен табылмас. Ендеше уақыт жоғалтпайық. Тезірек іске кірсейік те бітірейік бұл істі. Маған айта алмай отырған сөзің бар ма? Иә, бар. Біраз нәрсе бар. Барш, мен өмірімнің жаңа парағын ашқым келеді. Әрине, сен мен ашқым келеді.
тек өткен өмірме қатысты нәрсенің бәрін білуге тиіссің. Оның ішінде Синанда бар ма? Иә, Маған сенің өткен өмірің қызық емес. Ол сенің жеке шаруаң. Мен үшін маңыздысы осы сәт және болашағымыз. Әлде Синанға деген қимастық сезімің әлі де бар ма? жоқ. Ондай сезім жоқ. Егер бұрын шешілмей қалған көңіл мәселесі болса, мен ондай Жоқ. нәрселерге... Синан екеуміздің арамызда ештеңе жоқ. Жаңа айттым ғой, өмірді жаңадан бастағым келеді. Соған дайын екеніме көз жеткізу үшін Синанды көру керек болды. Оны көргенде анық көзім жетті. Ертең адвокатының айтқанын орындаймын. Көп уақыт алса да, Синан екеуміздің арамызда еш дәнекер қалмайды. Ең бастысы сол. Мен әрдайым қасыңда боламын. Айтқаныңның бәрін орындауға дайынмын. Алло, Симош, төтенше жағдай. Сендерге таңғы асқа барамыз. Қайдағы таңғы ас, бүгін демалыс ұйықтап жатырмыз. Төтенше жағдайда ұйықтаған несі, тез ояншы. Не болып қалды? Жарайды, қазір бәрін жазып жіберем, ал сен тұрда таңғы ас әзірле, жылдам, тез. Жарайды, онда көріскенше. Қайырлы таң, сүйіктім. Жейсің бе, жаным? О, ақыры басымыз қосылдау. Негізі мақтысың, Синанжан. Бұйырса филияны гүл қыламыз әлі. Мен сені тек қолдай берем. Рахмет, Жазе. Пеленде сендермен жұмыс істейме? Білмеймін, бүгін келетін шығар. Баршаңызға қайырлы. Қайырлы таң, Башпей. Қайырлы таң, Башпей. Демалыс екен түсінем. Көп уақыттарыңызды алмаймын. Филия орналасқан ауданды жақсылап зерттеу керек. Желінің бас ресторанын сол жерден ашамыз. Жақсы орын табатындарыңа сенімдімін. Жер табылған бетте сатып алу процесіне дереу кірісейік. Онсыз да көп уақыт жоғалтып алдық. Демек, ұсынысқа келіспеген ғой. Мұнысы үлкен қателік. Синанның ең үлкен қателігі яқтамай дейін келіп, маған қыр көрсеткені болды. Сол үшін де сізге ашуламын. Менен сұрамай ақпарат бермеу керек еді. Сенім емес селкеу түсірдіңіз. Бұл жөнінде әлі жеке сөйлесеміз. Солай, жолдастар. Жаңа айтқанымдай, филияға сеніп, көп уақытымызды жоғалттық. Ендігі өтінішім жақсы жер тауып, сол ауданның ең мықты ресторанын ашайық.
зиянның орнын толтырайық. Симош, жүр, шай қойып келеміз бе? Жұмыртқа жейсіңдер ме? Жүр, кеттік. Белент. Жаңсақ ойлап қалма, құлқын сәрден неге жетіп келдіңдер екеуің? Бүгін демалыс бір ұйқымызды қандырсақ болмас па еді, бауырым? Хаканжан, мен келейін деп келгенім жоқ. Семаймен керісіп қапсың, сол үшін келдік. Керіскен нес, оны қайдан шығардың? Башақ сөйдеді ғой. Әлде солай ойлады ма білмеймін. Араларың жақсы емес екен, тұра салып ұштық қой енді. Жоға, құдайға шүкір, балдаймыз, ешқандай проблема жоқ. Онда екеуі тағы бірдеңе бүлдіргелі жүр. Айтпа, досым, оған шүбә жоқ қой. Симош ау, мен жап-жас басыммен ол жерге не істейм, айтшы, не істейм? Өзі жаз дегенің ұшағы ар жағында 2 ай күз десек, ау қалған 7 айда ол жақта кімдер қалатын білесің ғой. Жастардың бәрі осында болса, кәрілер сонда. Маған судоку шештіріп қояды олар. Ой, жарайды, қорқа бермеш сен де. Жұмыртқа беріп жіберші. Жоқ, жарайды. Мен оның күнгейге көшкісі келетінін білетінін, баяғыдан білетінмін. Әлі уақыт бар деп мән бермей жүргем ғой, ойын өзгертермін дегем. Түсінесің бе? Қайдағы маған қурма мен жемеймін. Жарайды. Ал ол барыпты да үй қарапты. Ауласы кең деп қояды, ол жерге көшсек қызанақ картоп екеді екенбіз. Көкөніс өсіріп диқан болады екенбіз. Маған саламатты өмір салтын ұстандырмақшы, сөз жұмбақ шешкізіп кемпір қылмақшы, түсінемісің? Жағдай өте қиын дейсің ғой. Өте қиын, Симош. Бөпе сүйгісі келеді. Үйленгенімізге 1 жыл болды, қайдағы бөпе? Жоқ, жарайды, менде бүгін демалыс ал. Ал сен не істеп жүрсің? Сен филияда болуың керек емес пе? Жоқ, досым, мен енді филияға бармаймын. Бұлайда барғым жоқ. Әлгі неме жүргенде өлсем де Әлгі неме деп отырғаның сенің жан досың Синан болады. Құдай үшін жігітше сөйлесіңдер де мәселені шешіңдерші. Жетті ғой енді. Таң атпай жатып, неге жиналғанымыз енді белгілі болды. Мен кеттім онда. Қайда? Тоқта, Белент, қайда барасың? Ой, Алла. Меніңше ол Синаның кесірінен жоспарын өзгертті. Я, Синан келгесін жыны құрысып қалды. Жарайды, онда біз былай істейік. Сен бар да маған Хаканды жібер. Мен оған айтайын, Белентпен сөйлесін, жақсы ма? Жарайды, рахмет саған. Бар, жүгір енді. Кеттім. Бюлент қайда? Білмеймін, кетіп қалды. Қайда кетті? Білмеймін, Башак. Синанмен кездесіп, сөйлесіп, арадағы мәселені шешіңдер деген ашуланып тұра қашты. Бұл тапсырыс қашан алынып еді? Білмеймін, 1 айдай болған шығар, егжей тегжейін Бюлент аға жазып алған. Бәрі соның дәптеріндетін. Мен іздеп таба алмадым. Түсінікті. Сен ол дәптерді тағы іздеп көр. Егер таба алмасаң, клиентке хабарласып пысықтайын деп едім де, керек нәрселерді сұрап ал, жақсы ма? Айтпақшы, мен әкелген ас көкті әперіңдерші. Қош келдіңіз, Сарсаби. Қош көрдік, қызым. Пелин қайда? Алло, Пелин ханым. Не болды, Жансу? Әкеңіз келіп тұр. Не? Ал Синан ше? Синан сонда ма? Иә, қырсыққанда ол да ас үйде. Жарайды, мен қазір барам. Сендер бірдеңе қылып алдандыра тұрыңдар, иә? Не істесең оны істе, әкем Синанды көрмейтін болсын. Жарайды. Жарайды, рахмет. Ырза, көке. Қош келдіңіз. Қош көрдік, қызым. Пелин қайда, ас үйде ме? Жоқ, кетіп қалған. Қайда кетті? Зат алуға кеткен. Зат алуға ма? Қазір кек балар онда. Осында күтейін. Шайың бар ма? Бар. Айтпақшы, Ырза көке, тосап кәсібі қалай болып жатыр? Жақсы, шүкір жақсы. Дұрыс. Шай? Иә, қазір әкелем.
шопыр мырза, тезірек жүре аласыз ба? Шұғыл жағдай болып тұр. Серкан шефім қайда? Не болды, Жансу? Ештеңе болған жоқ, ісіңіз оң болсын. Sen жігіт бер шығып кетші. Қош келдіңіз. Әкем қайда? Ас үй жаққа келді. Жансу, Пелин ханым артқа аулаға шықты. Ырза көкем жеке сөйлеспекші, ешкім келмесін деді. туф, құдай-ай. Сен есікті тарс жауып, қызымды жылатып кеткен күні мен де құладым. Жүрек талмасынан. Жедел жәрдем. Аурухана, операция, дәргерлер. Уайымдамаңыз Ырзабей, ашуланбаңыз Ырзабей. Ананы ішпе, мынаны жеме. Өпірімдеп аман қалдық әйтеуір. Көрер жарығымыз бар екен. Ырзабей, мен... Бәрі ауруханадан шыға сала сенің соңыңа түсет деп ойлады. Мен де ойлағам, ойламадым демейім. Жетпегірді тауып алайын да. Жә. Содан Пелиніме қарап отырып, райымнан қайта бастадым. Ол күн өткен сайын күшейе берді, берілмеді. Өз күшімен аяққа тұрды да күресті. Қиындыққа қасқайып қарсы тұрды алтыным. Және жеңді, шынымен жеңді. Қазір дәл осы жерде өліп кетсем де, қызыма кім қорған болады деп уайымдамайым. Өйткені білем, ол енді менің де, басқаның да көмегіне мұқтаж емес. Менің қызым есейді, күшейді де. Және бұның бәрі бір жағынан сенің арқан. Марқұм әжем айтушы еді. Жарықтық, адам қайғымен есейет дейтін. Қызым да сен шектірген қайғымен есейді, күшейді. Ұқтың ба? Сол себепті саған ашуланбайым. Ашуланғандай түр көрсетсем, оның жөні бөлек. Ендігәрі қызымды ренжітсең, сені жер бастырмайым. Ұқтың ба? Әке, Жүр кеттік, қызым. әке, сен жүрегіңді байқа. Ештеңені уайымдама, жарай ма? Бәрін өзім шешем, маған сен. Сен айтпасаң да сенем, қызым. Әлгі жігітке екі ауыз сөзім бар еді, соны айттым.
Ал сен не істеу керек екенін, қалай істеу керек екенін білесің. Мен кіріспесем де болады. Жан әкешім. Абонент байланыс аясынан тыс жерде. Сіз оған кейінірек хабарласа аласыз. Хабарласам. Бюлен тай неге телефоның өшіп тұр екен, а? Я, Башак. Бюлен қасыңда ма? Жоқ, ол мұнда емес. Енді қайда кетті ол? Ашуланып шығып ет. Жөнінде айтпай кетті өзі. Бірдеңеге ұрынып қалмады ма екен? Башак, сабыретші еді. Мен табам ғой. Жақсы, хабарласамыз. Қалай уайымдамайым, қайда кеткені белгісіз, тезірек бірдеңе қыл. Башак, сабырет дедім ғой маған сен. Жарай ма? Бол тұтқан қоям. Башак, сен Синанмен сөйлестің бе? Нөмірін қайдан алдың? Бюлен пен Хаканда да жоқ қой. Менің күйеуім жоғалып жатқанда соны уайым қып тұрмысың? Аман ба, жаман ба, еш хабарымыз жоқ, білмейміз. Зымзия жоғалды, саған осы маңызды ма, Симай? Филияға хабарластым. Мен үйге кеттім, сонда күтем. Серкан, ас үйдегі жұмысты саған тапсырдым. Жақсы ма? Жақсы, Синан аға. Ал жақсы. Демалыс күні не істейсің? Ештеңе. Әзірше жоспарламадым. Жақсы онда. Жоспарлама. Менімен бірге болсаң деймін. Апамдар жыл сайын жаздық үйімізде жазбен қоштасу кешін жасаушы едік. Дос жарам бәрі келетін. Олар қайтыс болған соң бұл дәстүрді мен жалғастырдым. Осы демалыста жазбен қоштасу кешін жасаймын. Жанымда болсаң жақсы болар еді. Айтпақшы, достарың да келсін. Кімді шақыратыныңды өзің білесің. Жарайды. Әрине келеміз. Яғни міндетті түрде келем. Оларды білмеймін. Көп рахмет. Сенің болғаның өте маңызды. О, сен бұл жақтың жолын білмеуші ең. Қалайсың, Қайдар бастық? Бүгін көңілсізсің ғой. Бәрібір бұрынғыдай емес. Балықтар да ренжіп қалған ба? Теңізде дым да жоқ. Мейлі. Біздің дос осында ма? Өзің абайлаш. Жарылайын деп отыр. Башак уайымдап жатыр. Уайымдап саған хабарласты ма? Енді қайтсын. Қайда екеніңді менен басқа ешкім білмейді. Бақыттысың, Синан. Өйткені мен бір жыл бойы сенің қайда екеніңді білмей жүрдім. Айтам бәрін. Айтам. Бәрін айтып берем. Неңді айтасың енді, Ештең айтпай-ақ қой, керек емес. Мен сені ең жақын досым, бауырым дедім ғой. Ешкімге хабарласпаса да маған хабарласар дедім. Ал сен не істедің? Таң атқанша сенің жырың тыңдаймыз бе? Ағатай, жайыңа қарап отыршы, Құдай үшін. Өзім жынданып отырмын. Сенен басқа да дерт жоқ бекен. Отыр жігіт құсап. Жігіттер, ерегеспей қойайық, Қалай отыратын сенен сұрайын бенді, Болды, жігіттер. Ұнамаса әрірек барып отырыңдар. Әлі. Ол бақырады екен, біз қуылады екенбіз, солай ма? Бұл қалай болғаны? Сөзді көп етпеңдер енді. Әрірек барып отырыңдар дедім ғой. Субханалла. Жарай, жүр кеттік.
Синанмен сөйлестің бе? Кешегіден кейін жұмыс бабымен. Жоқ, мүлде сөйлескеніміз жоқ. Айтпақшы, мен адвокат жалдадым. Жақын күндері процессті бастайды. Қайтайықшы. Бүгін қатты шаршадым. Жақсы, қайтайық. Оның рас досым. Мен безіп кеттім. Бәрінен қаштым. Жасыратын жоқ. Әлде қашып жүре беререм. Бірақ болмайды екен, біледі. Болмайды екен. Бір рет келіп Пелинді көрдім де. Шыдамадым. Көзден кетсе, көңілден де кетет дейді ғой. Өтірік екен, түкте олай емес. Айта бер, тартынба. Ақмақ-ау, сонша сүйетінің бар. Неге ертерек келмедің десеңші? Айтсаңшы. Басында зал едім. Мені түсінбегеніне қатты за болдым. Бірақ кейін түсіне бастадым. Тек бұл жолы алдына барып, кешірім сұрауға тым кеш болды. Енді неменеге келдің? Жоғалған асылыңды жақыннан көргелі келдің бе? Неге келдің? Жоқ, керісінше. Жоғалтқанын қайтарып алу үшін келдім. Достарымды, Филияны. Бірақ әлгі Барш деген сұмырай мұның бәрін біледі. Синан, жаңағы айтқандарыңның ішінен маған бір жыл бойы хабарласпауыңның себебін таба алмадым. Ренжіме. Тоқта, жігітім. Біздің елде ағаттық қылған адам кешірім сұрайтын. Жарайды онда, бар еліңе қайқай, бар. Мұнан қара, сөз ұқпайды екен өз. Ағасы, түн ішінде мазамдалмай жайыңа жүр дедің ғой, не қылған адамсың өзі? Кешіміздің шырқымыздың ғой. Жігітше кешірім сұра, әңгіме сонымен бітсін. Қой дегені білмейтін сорлы екенсің, жайыңа жүр дедім ғой. Сен кімге сорлы дедің, әй? Не болып жатыр Кім демей? Кім сорлы? Кет шығал. Қалайсың? Қайта алдынан шыға бермеші. Кетші былай жолына, Құдай үшін. Мен әр жақта жүр едім. Амансыңдар ма? Иә. Көлігімді ертең келіп алып кетем. Ояндың ба? Құлағым сенде. Не? Ештеңе айтқың келмей ме? Түнде тергемей ақ қояйын дедім. Тергесем де жауап беретін шамаң жоқ еді. Айтатын ештеңе жоқ Башак. Солай ма? Тапатал түсте жоқ боп кеттің. Телефоның күні бойы өшіріліп тұр. Қайда екеніңді мүлдем білмеймін. Сосын түн ортасында сүйретіліп үйге әрең келесің. Бірақ сонда да айтатын ештеңе жоқ, солай ма? Менің арманымды бөліспейтін. Синанды көргің келмейтінін біле тұра, оған хабарласатын кісіге есеп беруге міндетті емеспін. Кісің не? Мен сенің әйеліңмін, қалай сұрасам да хақым бар. Жарайды мақұл, менің де айтпауға хақым бар.
Бастың дәрісі қайда? Ұялмай дәрі сұрайды. Бюлент, қайда болдың, неге хабарласпадың дейім. Башак, басым ауырып тұр. Баж-баж етіп сен қосылмашы енді. Білгінге бара жатса Синаннан сұра, сол айтсын. Синан деп жындығылатын болдың ғой сен. Сол келіп ед, мінезің бірден өзгерді. Жарай, депрессия ғой деп үндемей жүрсем, кетіп барасың ғой, тіпті есеп бермеймін дегеніңе қаным басыма шапты. Сосын арманымды бөліспейтін деген қайдан шыққан сөз? Не, өтірікпенді? Кеше ғана көңіліңді су сепкендей қылған жоқсың ба? Неге өйткені Мармаристе тұрғысы келмейді екен? Иә, тұрғым келмейді. Өтірік айтайын ба енді? Мен Мармаристе тұрғым келмейді. Әй, біз әлі жаспыз ғой, жердің түбінде не бар бізге, Бюлент? Жарайды анда. Тұрмай-ақ қой. Тұрма. Жансу, біздің әлгі тапсырыстарымыз келді ме? Жоқ, Синан аға әлі келген жоқ. Жаңа хабарласқан 10 минутта жетеміз дейді. Тамаша. Таңғыт Синан Йылмаз бар ма екен? Иә, айта беріңіз. Мынау сізге. Соттан келген хабарлама. Мына жерге қол қойып жіберіңіз. Рахмет, сау болыңыз. Симай, жаным, телефоның шырылдап жатыр. Симай! Бұл Симай ханымның телефоны, мен жұбайымын, айта беріңіз. Қайырлы күн. Мен Симай ханымның көмекшісі Ахметпін. Сұраған құжатын поштасына жібердім, соны айтайын дегем. Бір қателік болды ау деймін. Өйткені Симай өткен аптада жұмыстан шыққан. Сіз басқа Симайға хабарласып тұрған шығарсыз. Әйелінің көмекшісі жоқ. Иә, солай еді. Өткен аптада бөлім бастығы болды. Ал мені көмекші етіп тағайындады. Сіз естімегенсіз ғой? Иә. Сен мұнда не істеп жүрсің? Мұнан қалай түсінуге болады? Маған басқа мал қалдырмадың. Амалың осы ма сонда? Синан, ол жерде екеуміз істей алмаймыз. Сен де түсін. Не сен, не мен. Біреуіміз кетеміз. Мұндай ақылды барыш үйретіп жүрме саған? Құдайға шүкір, өз ақылым өзіме жетеді. Көрініп тұр. Сенің орныңда болсам, босқа уақыт құртпас ем. Ақша іздеуге тым аз уақытың қалды. Бұл сен емессің, Пелин. Бұл менмін. Ақылға келенді. Барыш, Фелия. Менің өмірім өзгерді. Ол жерде саған орын жоқ, ұқтың ба? Барышбей, меніңше ең қолайлы жер осы. Әрине, мына жақтың көрінісі тамаша. Ал мына жердің клиент сыйымдылығы өте жоғары екен. Жақын жерде өте үлкен автотұрақ бар, олармен келісуге болады. Мен сөйлестім. Иә, бұл өте маңызды. Және Филияға да ең жақын жер осы. Жақсы. Орын таптық деуге болады. Жагыр бей, сіз дереу сатып алу жұмысына кірісіңіз. Қоп болады, мырзам. Седат бей, сіз Көркем беймен сөйлесіңіз. Декорация жайында күндіз-түні жұмыс істейтін бригада дайындасын. Жан бей, жарнама жұмыстарын жерде рәсімдегесін бастаймыз ғой. Дегенмен сектордағыларға ақырын хабар жүгірте беріңіз. Жарайды, Барышбей, оған алаң болмаңыз. Алпыс сегізінші бөлімнің соңы.
Фильмді қазақ тіліне аударған 7 арна 2024 жыл.